Көлсай көлдері ұлттық табиғи паркі. Дүние жүзіндегі керемет және көркем орындардың бірі. Ол Алматы қаласынан 275 шақырым қашықтықта орналасқан. Бұл парктың жалпы жер аумағы 160 гектарды құрайды. Оның басты байлығы жер сілкінісінен пайда болған таулы көлдер тізбегі. Күнге Алатау жотасының шығыс аңғарында сұлулығына көз тоймайтын 3 Көлсай көлі орналасқан. Негізінен Көлсай қазақ тіліне аударғанда аңғардағы көлдер деген мағынаны білдіреді. Біздің ата-бабамыз бұларды тұтас бір өзен деп санады. Түбіне бойлай қарасаң, олардың сөзі шындыққа жанасады. Өйткені мұндағы көлдер бір өзеннің суынан толып, таулы аймақта бөліне орын тепкен. Біріншісі төменгі Көлсай. Теңіз деңгейінен 1818 метр биіктікте орналасқан. Оның ұзындығы 1 шақырым, ал ені 300 метрді құрайды. Ортадағы көл Мыңжылқы, теңіз деңгейінен 2552 метр биіктікте тұр. Көл таудың алақанындағы көгілдір шыны тәрізді көрінеді. Төменгі Көлсай мен Мыңжылқы көлдерінде кеш батқанда бақтақ балығы ойнай бастайды. Ал жоғарғы Көлсай бұлардан 600 метр биіктікте. Одан әрі 6 шақырым жүрсеңіз, Қырғызстан шекарасы. Сарбұлақ асуынан ара 3278 метрден кейін ертегі әлеміндегідей ыстық көл көрінеді. Кей адамдар Көлсай көлдеріне Қайыңды көлінде қосып жатады. Бірақ бұл қателік. Қайыңды көл табиғи су қоймасы нағыз көз тартарлық керемет орын. Көл бетінен бұтақтары жайла, қайың ағаштары өскен. Ағаштар бұрындары қарапайым тау сайында өсіп тұрды. Кейіннен жер сілкінісінің әсерінен сайды су басып, ағаштардың тек ұштары ғана көл бетінде көрінетін болды. Бұл жайт осыдан 100 жыл бұрын орын алған. 1911 жылы. Геологиялық болжам бойынша Қайыңды көлі бергідегі су. Мұндағы су өте салқын. Содан болар арасында қалған қайыңдар жақсы сақталынды. Тіпті олардың түпкі тамырлары да мөлдір судан керемет көрінеді. Тау ортасында үштік. Үлкен қарағайлы өскіндер мен шыршаға көмкерілген. Құдды бір Тянь-Шань жоталарын әрлеп тұрған маржан тәрізді. Тянь-Шаньның шыршалы ормандары көбіне солтүстік бөктерге жиі өскен. Шыршалар таулы өңірде жайыла көтерілмейді. Топ-топ болып бой көтеріпті. Тянь-Шань шыршалары 40-50 метрге дейін биіктеп өседі. Ені 2 метрге дейін кең болады. Қылқан жапырақты орманда аумақ 3000 метрлік биіктікте. Одан әрі Альпы жасыл желегі басталады. Тянь-Шань Азиядағы ең ірі тау жүйесі. Қытай тілінен аударғанда Тянь-Шань аспан таулары деген мағынаны білдіреді. Қазақстан аумағына Тянь-Шань оның солтүстік бөлігі, орталық және батыс Тянь-Шань бөліктері тұтастай кіреді. Орталық Тянь-Шань таудың ең биік нүктесі Хан Тәңірі шыңынан бастау алады да Қытай мен Қырғызстан, Қазақстан шекараларының тұсында шектеседі. Одан әрі батысқа қарай жоталарға жалғасып созылып жатыр. Олардың ішіндегі ірі жоталы таудың бірі Теріскей Алатауы. Оның шығыс бөлігі Қырғызстан шекарасының аумағынан өтеді. Солтүстік Тянь-Шань тауына Кетпен, Күнгей Алатауы, Іле Алатауы, Шу-Іле таулары мен Қырғыз Алатауы кіреді. Тянь-Шань тауының негізгі бедері Кайнозой эрасындағы неоген және антропоген дәуірлерінде құрыла бастады. Бұған дәлел Тянь-Шаньда болған жер сілкінісі. Таудың жалпы бедері әртүрлі. Тау жоталарында биік шыңдар, аңғарлар мен таулы жоталы жазықтар, тағы басқа түрлерін көре аласыз. Таулы бөктердің қойнауы географиялық орналасу аумағына байланысты биік белдеулері мен негізгі бауыры жүйеленіп құрылған. Тянь-Шань тауының сілемдерінен бірнеше өзен ағып шығады. Жазықта жоталы даланы басып өтіп. Іле Алатауының солтүстік бөктерінен Үлкен және Кіші Алматы, Талғар, Есік, Қаскелең өзендері бастауын алса, Тянь-Шаньның шығыс бөктерінен Шарын өзені ағып жатыр. Сол өзендердің көп бөлігі Іле өзеніне құяды. Ол суаға отырып, Балқаш көлін
толықтырады. Тау климатының ерекшелігі теңіз деңгейінен биік орналасқандықтан табиғи белдеулерінде жауын-шашындар әрқалай жауады. Солтүстік Тянь-Шаньның флорасы 2500 түрден тұрады. Жалпы Тянь-Шань флорасының басым бөлігі осы аумағында орналасқан. Сондықтан өсімдік әлемінің біршама түрі теңіз деңгейінен 1000 метрден 2500 метрлік биіктікте, ал қалғандары аласа таулар мен жоталы жазықтарда өседі. Негізгі тіршілік иелеріне көгалда көп жылдықтар жатады. Ағаштар мен түптердің 115 түрі бар. Мамандар солтүстік Тянь-Шань тауының флорасы басқа әлемдік тау жүйелеріндегі, соның ішіндегі Гималай тауының қойнауындағы желекпен тығыз байланысты деген пікірде. Тау гүлдерінің ішіндегі солтүстік Тянь-Шаньда өсетін еңлік гүл туристерді қатты қызықтырады. Теңіз деңгейінен 2500-3000 метрлік биіктікте гүлдейді. Керемет және ірі еңлік гүлдері Чонкимин өзенінің оң жақ жағалауында өседі. Көбіне бұл гүлдерді туристер жүретін жалғыз аяқ жолдың жиегінен кездестіруге болады. Туристер алғаш гүлдеп шыққан кезінде қатыгездікке салынып, алдарынан шыққандарын жыла береді. Көздері тойып, көңілдері орындарына түскенде тастай салады. Батыс Еуропаның еңлік гүлдері дәл осындай әрекеттен жойылып кеткен. Солтүстік Тянь-Шаньның мінезді бұталарына аршалар, талдар мен қарағандар кіреді. Олардың орналасқан аумағы аса үлкен емес. Талдар ормандың удың солтүстік тасты бөктерлері мен көне көлді орындарда тасты аумақтарында жоғарғы бөліктен бастап созыла өскен. Ал қарағандар болса солтүстік Тянь-Шаньның шығыс бөлігіндегі субальпілік белдеуде бой көтерген. Әсіресе қарағанның көп бөлігі Шелек өзені мен Күнгей Алатау жотасында кеңінен жайылған. Тянь-Шаньның орманды шыршалары мен жасыл өскіндері желекті белдеуде керемет көрініс құрап тұр. Шыренка шыршасынан бөлек мұнда мойыл, итмұрын, тал, таңғурай, көктерек, үшқат, қырыққұлақ секілді желек өседі. Ал бұдан жоғар белдеуде шыршалы типтен майқарағай түптері бой көтерген. Ал жасыл желек, бидайық, қаргүл, қалампыр мен көкнардан құралған. Ғалымдар Іле Алатау тауының шығыс бөлігінде баяғы заманда мүк құлақ шыршалары мен аю құлақ шыршаларынан құралған үлкен орман болған деген пікірде. Ірі шыршалы түптердің жерге дейін жетер бұталары көз тартатын. Ал көк шөптерінің тамыры тереңге жайылғандықтан оларды жұлып алу қиын болды. Осы бір адам аяғы баспаған орман Табан қарағай деген қазақша атауға ие. Бірақ қазір бұл тұмса табиғаттан ешбір белгі қалмапты. Шыренка шыршасы 50 метрге дейін көтеріліп, таулы аңғар бауырында өседі. Шекараға жақындаған тұста бұл шыршалар бойы аласарып, асықпай көтеріледі. Әрі төменгі белдеуге қарағанда ұзақ өмір сүреді. Тянь-Шань шыршалары жоғарғы аумақта өзіндік бір көрініс құрып, бір пішімде бойлайды. Мұндай шыршалар шамамен 550 жыл жасайды. Солтүстік Тянь-Шань тауларында емдік және жеуге жарамды өсімдіктердің бірнеше түрі өседі. Тәжірибелі туристер тауға саяхатқа шыққанда толыққанда калориясы көп тағамға жолығатындығын жақсы сезінеді. Дей тұрғанмен таудағы саяхаттың неғұрлым ұзақ, әрі күрделі болған сайын өзіңмен бірге қосымша азық-түлік көтере шығуың керек. Бір жағынан иығыңдағы сөмкеңнің салмағына да мән беріп,
негізгілерін сала жеңіл болуына баса назар аударған жөн. Осы мәселелерді шешу жолында тағамына қосымша таудағы өсімдіктерді қосып есептейді. Жабайы өскен көкөністер таудағы сапарда тек қарын тойғызу аз ғана емес, сонымен қатар өзіңмен ала шыққан азығыңның дәмдеуші, оны дәрумендерге байытып, қосымша күш беретін қасиетімен де бағалы. Тағы бір өскіндер түрі тіршілік қайнар көзі болса, енді біреулері қан айналымын реттеушілер, гормондар мен ми жұмысын жақсартатындары да бар. Жүрек, асқазанға пайдалылары да кездеседі білген адамға. Сонымен қатар көптеген өскіндер медициналық мақсатта пайдаға асып жатады. Солтүстік Тянь-Шань тауының жабайы жануарлар әлемінде сан түрлі. Көптеген құстары мен кеміргіштері, жыртқыштары мен тұяқтылары жетерлік. Іле алатауы мен Күнгей алатауында Тянь-Шань суырлары көп. Олар байқа суырлары түріне жатады. Альпі және субальпі желектерінде кездеседі. Суырлар негізінен топ-топ болып ашық алаңдарда, шыршалы ормандар түптерінде, арша ағаштарының нуында, аса биік емес қалың шөптер арасында жиілеп ін қазып, мекеніне айналдырады. Солтүстік Тянь-Шань тауларында көптеген шөп қоректілер мен жыртқыштарда баршылық. Арқарлар, тау-теке, маралдар, еліктер мен жабайы мысықтар, ақ тышқандар, ақ құлақтар мен қабандар, түлкілер, аюлар мен қар барыстарын ерекше айтуға болады. 40-шы жылдары арқарлар Іле алатау тауы мен Күнгей алатау тауында көптеп мекендеді. Бірақ уақыт өте олардың саны азайып кетті. Арқарлардың жауына қыстың күні орманды белдеуге дейін түсетін барыстар, қасқырлар жатады. Төлдеу мезгілінде түлкілер мен бүркіттер де қызғыштай қорғанатын қастарына айналады. Іле алатау тау бөктері қасқырға толы. Қасқыр иттер түріне жататын ірі жыртқыш. Оның салмағы 80 келіге дейін жетеді. Жазғы мезгілде бұл ит құстар Альпі желектерінде жиі кездеседі. Онда олар Тянь-Шань суырлары мен тұяқты жануарларды азығын айналдырады. Алапандарын адам аяғы баса бермейтін қауіпсіз жерлерге салады. Бурыл ақтырнақты аюлар. Іле алатауы мен Күнгей алатауында мекендейтін бұл жыртқыштар қызыл кітапқа енгізілген. Көбіне Талғар өзенінің жазығы мен Есік өзендерінің жағалауларында кездеседі. Аюлар негізінен өскінді жеміс жидектермен, көк шөптермен қоректене береді. Ал алма және таңқурай тәрізді жемістер піскенде толықтай осы жеміс жидекке өтеді. Аюлар жыртқыштар санатына жатқызылатындықтан суырларды да қорегіне айналдырып жатады. Әрине өзіндік аулау әдісімен. Мұнда сонымен қатар тау-теке, маралдар мен сібір еліктері секілді тұяқтылар тобыры да мекендейді. Осы бір тамаша табиғат аясында болған кез келген бақытты жан бұл аумақтың көрінісін, тыныштығымен айналасындағы тұмсалықты ешқашан ұмыта алмайды. Тасты жартастармен, орманды ағаштармен, Альпі желектерімен, тіпті еңлік көл секілді ғажап көлдері көмкерілген жазық даласы мен мөлдір көлдері сізді сиқырлап алары сөзсіз. Бүгіндер осы бір тамаша табиғи байлығымызды келешек ұрпаққа сақтау біздің міндет. Әрине, барлық адамзаттың басы біріксе, алаңсыз сақталары сөзсіз.